Наср сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. إذا جاء نصر الله والفتح. Алланың жәрдемімен көптеген жеңістерге жол ашқан ұлы жеңісі келген кезде. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Сондай-ақ адамдардың лек-легімен Алланың дініне кіргенін көргеніңде. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Міне, сонда Раббыңды мадақ айтып ұлықта, һәм одан кешірім тіле. Өйткені ол тәуәб, құлдарының шынайы тәубесін қабыл етуші. Онымен қоймай, оларды артығымен сауапқа бөліп, сый-сияпатқа кенелтуші.